Сәлеметсіңдер ме балалар, орындарымызға отырамыз. Қоңырауда сөйлесеміз. Кітаптан 23-ші бетті ашыңдар. Бұл әлгі призрактың дауысы емес па? Аяулым. Не болды? Сен естідің ба жаңа дауысты? Қандай дауысты? Ештеңе естіген жоқсың ба? Жоқ, естімедім. Маған естілген шығар қатты қорыққаннан. Қыздар, сөзді доғарамыз. Балалар, сабақ аяқталды. Үйге 6-шы тапсырма. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Камила, барып ана жерді көреміз қайтадан. Туалетке ма? Я. Жарайды. Жүр, сен не жүресің ба? Жарайды, менде көргім келіп тұр. Сен туалетте отқан кезде мен есікті ашқам ғой. Сол кезде мына жерде отырған. Қазір жоқ екен. Бірақ туалетте мен отырдым ғой. Білмеймін, сені көрмедім. Айтпақшы, неге мына туалетке ешкім келмейді? Білмеймін, мен де соны байқадым. Ешкім туалетке бармайды екен. Мүмкін, олар да қорыққан шығар. Мүмкін. Қыздар, ана жерге қараңдаршы. Анау есік сияқты ғой. Может, тепсек ашылатын шығар. Газ көрейік. Біз қайда кіріп кеттік? Білмеймін, бұл басқа бөлме ғой деймін. Я. Мынаны көрдіңдер ма? Паук. Мынаны қарасаңдаршы, адамның көздері ғой. Ал мынау не? Мынаның артында бір нәрсе бар сияқты ғой. Дөңгелек. Ол не? Білмеймін, мынаны жылжытып көрейін қазір. Бұл кішкентай бөпелер жататын төсек емес пе? Я, ал мынау не? Ойыншық па? Қорқынышты ойыншық екен. Ал мынау не? Ананы қараңдар. Оқушыларға не болған? Білмеймін. Қайда кетіп бара жатсың? Жүр, қаштық. Қаштық кеттік. Қашып үлгердік. Бұл мектеп емес қой? Я, мен де бүгін жаңадан көшіп келдім. Жарайды, онда менің үйіме жүріңдер. Мен бәрін әжеме айтуым керек. Ей, сендер шын айтып тұрсыңдар ма? Я, әже шын ғой. Бұл мүмкін емес қой? Болды, қызым, уайымдама. Ол мектептен шығарып, басқа мектепке ауыстырам. Маған директор жап-жақсы мектеп деп айтып еді, және басқа адамдардан сұрасам, олар да сөйтіп айтқан. Тіпті керемет мектеп деп мақтап берді ғой маған. Әже, айтпақшы, мен ол призрак кезде видео түсіріп жатқанмын. Бәрі менің камерамда ғой. Міне қазір көрейін. Аяулым, есікті ашам, яма? Міне, я, осы кезде. Ойбай, масқара. Кейін мен ата-анама бәріне не болғанын айтып бердім. Және полициялардың айтуы бойынша бұл мектеп емес екен. Бұл, оказывается, ескі здание, и адамдар да шын емес екен. Содан мен басқа мектепке ауыстырылдым, және менде бәрі нормально. Видео және сериал ұнаса лайк басыңыз және тіркеліңіз. Сау болыңыздар.